Сүзбенің көмегімен бір күнде 1 килограмм салмақ тастауға болады. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сүзбе, яғни творог арқылы артық салмақтан арылуға көмектесетін диета жайлы айтпақпын. Видеоны көрмес бұрын қазақша контентті қолдап кетіңіз. Каналыма жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Сүзбе айранды қайнатқанда пайда болатын ақуызды қышқыл сүтті тағам. Ағзаңыздың саулығын тексерткенде, егер кальций азайып кететін болса, мамандар сүзбені көбірек жеуге кеңес береді. Расында да сүзбенің құрамында кальций мол, сонымен қатар сүзбеде ақуыз да көп мөлшерде кездеседі. Ол жеңіл қабылданады және қорытылуы да оңай. Арықтау үшін оның майлылығы аз түрін пайдалану керек. Сүзбенің майсыздандырылған түрлері амин қышқылының алмастырылмайтын түрі метионинге бай. Ол ағзадағы холестерин көлемін азайтып, бауыр майлануының алдын алады. Алмастырылмайтын амин қышқылдардан бөлек, сүзбе дәрумендерге, атап айтқанда фолий қышқылына, темірге, А және Е дәрумендеріне, натрий, магний және фосфорға бай. Осындай құнды заттардың қосындысынан соң сүзбе ағзаға өте пайдалы саналады. Қызық дерек: ежелгі уақытта адамдар өзінің пайдалы қасиеттерін ұзақ уақыт бойында сақтайтын сығымдалған сүзбемен қыста тамақтанған. Оның қатты болғаны соншалық, одан түймелер де жасаған екен. Адамдар сүзбені әртүрлі комбинацияда жейді. Мысалы, ақш президенті Ричард Никсон оны кетчуппен бірге жеген екен. Егер зерделеп қарасаңыз, сүзбе арықтауға арналған кез келген диета құрамына енеді. Себебі артық салмаққа арналған диетаның қайсы бірінде де сүзбені ұсынылған тағамдар қатарында кезіктіруге болады. Сүзбе диетасы сізге аз уақытта салмақ тастауға көмектеседі. Бір апта бойы тек сүзбені азық ету арқылы күн сайын 1 килограммға жуық салмақ тастауға болады. Ол үшін күні бойы сүзбеден басқа еш нәрсе жемеуіңіз керек. Егер тек сүзбені азық етуге қиналсаңыз, әрине оны да түрлендіріп пайдалануға болады. Пайдалы кеңестер арнасы сізге сүзбе диетасының бірнеше түрін назарларыңызға ұсынады. Майлылығы аз 600 грамм сүзбемен 1 литр айран қажет. Сүзбені де айранды да теңдей етіп 5-ке бөліңіз. Күніне 5 мезгіл, яғни таңғы сағат 8-де, 11-де, 14:00-де, 17:00-де және 19:00-де жейсіз. Егер тек осы ереже бойынша күні бойы тек айран мен сүзбені азық етер болсаңыз, бір күнде 500-800 грамм салмақ тастайсыз. Келесі диетаның түрі сүзбе мен бидай кебегінен тұрады. Бидай кебегі ішектерді керемет тазалайды. Оны дұрыс тамақтану дүкендерінен және базарлардан таба аласыз. Күніне 5 мезгіл ғана тамақтанасыз. Ал тамағыңыз 100 грамм сүзбе мен 2-3 ас қасық бидай кебегінен тұрады. Алдымен 3 ас қасық бидай кебегін 2 ас қасық қайнаған сумен араластырып алыңыз. Сосын оны 100 грамм сүзбемен араластырыңыз. Бұл бір мезгіл тамақтану үшін қолданылатын мөлшер. Сонда сіз бір күнге 5 мезгіл тамақтанатын болсаңыз, жалпы бір күнге 500 грамм сүзбе мен 15 ас қасық бидай кебегі қажет. Күні бойы тек осы реттілікпен сүзбе мен бидай кебегімен ғана тамақтансаңыз, бір күнде 1 килограмм салмақ тастай аласыз. Келесі диетада мына тағамдарды тұтынасыз. Таңғы асқа 1 тілім қара нан, 50 грамм жұмсақ сүзбе, 1 дана суда піскен жұмыртқа. Сағат 11-де 1 стакан айран. Түскі асқа 150 грамм сүзбе мен 1 дана алма. Сағат 16:00-де 125 грамм йогурт. Кешкі асқа 1 дана қияр мен 2 дана қызанақ және 100 грамм сүзбені тұтынсаңыз болады. Осындай мөлшерленген тағам құрамы арқылы бір күнде 500-600 грамм салмақты жеңе аласыз. Бұл диеталарды 6-7 күн ұстауға кеңес беремін. Ұстап біткен соң тоқтатып, біраз күн демалыстан соң жалғастыруға болады. Аталмыш сүзбе диеталары қарын мен бөкседегі майдан арылтып қана қоймайды. Ол сонымен бірге тырнақ, шаш беріктігін арттырады. Сондықтан арықтағысы келген жандарға денсаулыққа өте пайдалы, әрі дәмді сүзбені қолдануды ұсынамын. Артық салмақтан арылудың қиындығы тамақты шектеп жеу және дене жаттығуларымен айналысуға уақыт бөлу. Тәбетін басқара білгендер нәтижелі арықтайтынына сенімдімін. Бұл сіздің де қолыңыздан келеді. Егер де осындай қазақша пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыларыңыз келмесе, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз.